Қазақстандағы 3 миллионнан астам азаматтың жалақысы артады. Үкімет: еліміздегі 3 миллионнан астам азаматтың жалақысы артады. Бұл туралы үкіметте өтіп жатқан Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы жөніндегі кеңейтілген отырыста айтылды. Үкіметтің кеңейтілген отырысында Әлихан Смайылов халықтың табысын арттыру бағдарламасын іске асыру туралы айтты. Шара аясында 3 миллионнан астам адамның жалақысы өседі деп жоспарланып отыр. Мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелері уақытылы және толық көлемде орындалуда. Атап айтқанда, биыл 4,4 миллион адамның әлеуметтік төлемдері көбейді. Осы мақсатқа 4,6 триллион теңге бөлінді, дейді премьер-министр. Сонымен қатар үкімет басшысы биыл ұлттық жобаларды іске асыру, жаңа өндіріс ашу, шағын және орта бизнесті дамыту, жаңа жұмыс орындары құрылатынын айтты. Бұл 1 миллион адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін Әлихан Смайылов қазіргі уақытта республикада бизнеске қатысты кәсіпкерлік қызмет саласында жаңа реттеуші саясат енгізіліп жатқанын атап өтті.